компьютер арқылы қалай оңай майнинг етуге болады, осы видеода көрсетемін. Оған арналған программалар көп, солардың кейбіреулері түсініксіз интерфейсі немесе ыңғайсыз болуы мүмкін. Олардың ішінде бірақ Unmainable деген осындай сервис бар. Бұны қолдану өте қарапайым. Қалай жұмыс жасаймыз? Бірінші осы сайтқа өтеміз, сілтеме төмен. Мына жерден осы Windowsқа программасын скачать етіп алуымыз керек. Бұл жерде қандай валюталарды майнинг етуге болады. Мына басты бетті басатын болсақ, осы жерде міне списігі тұр. Phantom, там Basic Attention Token, Cosmos, тағы басқа Dogecoin, тағы Chainlink, VeChain, там Stellar деген секілді. Бұл жерде Bitcoin енді қаншалықты выгодны болатынын білмеймін, бірақ осындай түрлері бар. Программасын скачать етеміз. Осыны сақтап алайық, және көлемі 60 мегабайттай, және бұл жерден сохранить дегенді басамыз. Windows'ның өзі осындай, Chrome'ның өзі осындай ескерту шығады, все равно продолжить, және басамыз. Үстін әрине архиватор болу керек сізде, WinRAR деген секілді, мысалға соны скачать етіп алуыңыз керек. Үстін басамыз осы программаны, және Next басамын, Next, Install. Компьютерге осы программа орнатылып жатыр. Менде енді бұл орнатылып көрілген, мен алдын ала тексеріп көрдім. Finish'ті басайық. Және бізде программа осылай ашылады. Енді бұл жерде видеокарта арқылы майнинг етуге болады, және қосымша компьютердің процессоры арқылы майнинг етуге болады. Қазір бұны қаншалықты выгодны болатынын біз қарастырайық. Continue'ді басамыз. Және таңдаймыз. Егер компьютеріңізде видеокарта болатын болса, онда осыны таңдасаңыз болады. Ал видеокарта жоқ болатын болса, онда CPU таңдаймыз. Менде мысалы видеокарта жоқ, CPU. Одан кейін бұл жерден біз өзіміз майнинг еткіміз келетін криптовалютаны таңдаймыз. Мысалға Avalanche, Apecoin деген бар. Қысқасы қайсысы керек, соны таңдайсыз. Одан кейін астына дәл сол криптовалютаға біз ақша түсетін крипто кошелектің адресін жазамыз. Енді бұны қай жерден алуға болады? Бұл адресті вариант өте көп. Trust Wallet приложениясын скачать етіп алып, сол жерден алуға болады, немесе Binance бар, тағы басқа биржалар бар. Қысқасы бұл өте оңай. Егер бұл сізге қиын болатын болса, онда майнинг деген темадан лучше аулақ жүрген дұрыс. Старт дегенді басамыз. Бізде майнинг процесі осылай басталу керек. Егер осылай ұзақ тұратын болса, онда бұл ошибкасы қайттан сізге айтамыз да. Старт тағы да бір рет басамыз. Сол кезде міне осылай басталу керек. Енді ең қызық сәт. Мына жердегі хэш рейтке сіздің табысыңыз осы жерде хэш рейтке байланысты. Егер видеокарт таңдайтын болсаңыз, осы жерде хэш рейт емес MH деп тұрады. Осы қанша жоғары болса, сонша жақсы. Қазір мысалға менің жағдайымда 840 деп тұр. Негізі мен бұрын көргем 2000-ға дейін барады. Мына осы setting деген басып, баптауларын мына жерден his деген бар, және low деген бар. His деген өте компьютердің мощностьсын көбірек қолданады. Яғни ондай жағдайда көбірек майнинг етеді. Ал мынау жай деген қарапайым жұмыс жасап тұратын тұр. Менде мынау тұр. Біраз уақыттан кейін мынау артады да 2000-ға дейін барады. Және мына жерде мен майнинг еткен криптовалютаның, яғни мен BitTorrent деген таңдадым. Сол BitTorrent'тың қанша штугы менде бар, сол жерде көрсетілген, яғни 1984 деп тұр. Енді бұл өте аз, 760 деген вообще аз, даже 2000 болғанның өзінде ол аз. Осыны басу арқылы мен именно осы кошелекте данный момент қанша доступен мен көре алам осы сайт арқылы. Міне 1984 деп тұр. Ол белгілі бір суммаға жеткен кезде менің жаңағы мына кошелегіме автоматты түрде мыналар жібереді. Ол қазіргі жағдайда 400 мың. Мынау 1984 деген 400 мыңға дейін бару керек. Сонда жағдайда маған автоматты түрде, егер мынаны басатын болсақ, автоматты түрде маған төлем жасайды. Қазір енді осылай тұр. Енді бұл примерно қанша майнинг етуге болады. Ол үшін біз былай істейік. Старт дегенді басамыз. Соның ішінде мына, егер мен қазір видеокартамен майнинг ететін болсам, онда осы үшеуінің біреуімен таңдасам болады. Сізде мына жерде MH деп тұрады, соны мына жерге жазып көрсеңіз болады. Мысалы, күніне қанша BTT, яғни BitTorrent майнинг етуге болады. Мысалға айталық 33. Ондай жағдайда мен күніне 589 мың BitTorrent coin, яғни токенді майнинг ете алам.
Менің жағдайымда бұл 2000-ға дейін барады, яғни менде видеокарта емес, менде процессор. Сондай жағдайда мен 2000 деп жазайын мысалға. Күніне менде егер қосылып тұратын болса 43 мың штугын майнить етуім керек. Бұл маған вообще не выгодно, сондықтан мен мына программаны қолданбаймын. Ол үшін егер сізде видеокарта болатын болса, онда майнить етіп көруге болады. Енді мына жерде жаңа 33 деген осынша BitTorrent. Бұл былай доллармен алғанда қанша болады? Ол өте оңай. Осыны көшіріп аламын. Жай ғана мына жерге жаңаға мен майнить етіп жатқан криптовалютаның атын жазамын. CoinMarketCap деген сайтқа. Соның ішінде мына біріншісін таңдаймыз. Міне бір штугы қазір данный момент осынша тұрады. Мына жерге көшірем, сол кезде міне көріп отырғанымыздай осынша. Яғни даже 500 мың штугын майнить еткеннің өзінде ол примерно жарты долларға тең. Ал кейбіреулерде мысалы мынандай болатын болса 100 дейік. Ондай жағдайда әрине көбірек болады. Және бірінші тағы бір ескеретін жайт, қазіргі кезде мынаның бағасы міне осынша тұрады. Егер кейін мынаның бағасы 5 есе өсетін болса, мына цифрда 5 есе өседі деген сөз. Егер 10 есе өсетін болса, мына жерде 0.48 емес, ол жерде 5 болып тұрады. Мына жерде исторический бағасын қарайтын болсақ, бір жылдың ішінде бұның бағасы өте қатты өзгерген. Жалпы өзі криптовалютада сондай, мынау бұрын BitTorrent деген болған, оның курсы бит-бит өсті де, қайттан құлап, қайттан өсіп өседі. Бірақ общий оның бағасы осылай өсіп отырады. Егер соған расчет жасайтын болса, онда майнить етіп көруге болады.